Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Балжан. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі пышный болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Барлық қажетті заттардың мөлшерін описанияға жазып қойдым, сол жерден қараңыздар. Алдымен жылы суымыздың үстіне 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық қант, 1 шай қасық дрожжды салып, жақсылап тұз, қант ерігенше араластырып аламыз. Содан кейін үстіне ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнды міндетті түрде илектен өткізіп алыңыздар. Мен ұнды 2-3 бөлікке бөліп салдым. Осылай алдымен қасықпен араластырамыз. Содан кейін барып қамырымыз қойылған уақытта қолымызбен жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз қатты болып қалмауы керек. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар. Және менің каналымда қандай рецепттерді көргілеріңіз келеді, комментарийға жазып кетіңіздер. Мен сіздерді міндетті түрде оқимын. Енді қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Енді үстіне 1 ас қасық сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап илеп аламыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан үлкенірек ыдысқа ауыстырдым. Енді үстін жауып 1,5-2 сағатқа жылы жерде қалдырамыз. Мінекей қамырымыз осылай көтеріліп шығады. Енді осыны жайып бауырсағымызды дайындайтын боламыз. Осылай жабыспау үшін ұн сеуіп алсаңыздар болады. Оқтаумен жақсылап жұқалап жаямыз. Бірақ қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Қамырды орташа мөлшерде жаямыз. Қамырымызды жайып алдық. Енді бокалдың көмегімен осылай домалақтап бөліп шығамыз. Барлық бауырсақтарымызды осылай домалатып шығамыз. Артылған қамырды жайып, тағы да осылай жасап шығамыз. Дайын болған бауырсақтарымыздың бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін ғана қызып тұрған майымызда пісіріп аламыз. Алдымен майымызға барлық бауырсақтарымызды салып аламыз. Содан кейін қасық пен вилканың көмегімен қызармаса да бауырсақтарымызды кезек-кезек екі бетін аударып тұрамыз. Дәл видеодағыдай жасаңыздар. Сонда біздің бауырсақтарымыз бір келкі болып домаланып пісетін болады. Екі бетін кезек-кезек аударғаннан біздің бауырсақтар бір келкі көтерілетін болады. Мінекей біздің бауырсақтар пісті. Енді майын сырғытып, осылай алып аламыз. Барлық бауырсақтарды дәл осылай пісіріп шығамыз. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Ал ас болсын, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.